3 сынып мұғалімі Бекназар Ақнар Мұхтарқызы. Бүгінгі панорамалық сабақтың тақырыбы сан есім. Міне сіздермен оқушылар. Саламатсыздар. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Жарайсың. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Психологиялық ахуал. Қанеки? Бірінші топ алғырлар тобы, екінші топ жүйріктер тобы, үшінші топ қырандар тобы, төртінші топ тапқырлар тобы. Үй тапсырмасын бір сықтап алайық. Алғырлар тобына бірінші топтан зат есімнің сұрақтары. Қанеки бала, кім жауап береді? Жансая, тұра ғой. Кімдер не? Жарайсың, өте тамаша, жарайсың, өзіңді бағалай ғой. 7 балдық жүйемен. Келесі, екінші сұрақ, етістікке мысал келтір. Жүйріктер тобы. Қанеки кім айтады? Балсия айта ғой. Жарайсың. Келесі, сын есімнің сұрақтары. Қырандар тобы. Сүндет айта ғой. Жасыл, сары. Сары, жасыл. Дұрыс. Қандай сары, қандай жасыл. Өте тамаша. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, жаңа сабақтың тақырыбын ашу үшін шолпы әдісін пайдаланамыз. Мен сендерге шолпы әдісін таңдап келдім. Осы санды таңдаймыз. Санның артында бізде жұмбақтар, сөздер жасырылған. Соны тауып біз мына жерге жазамыз. Ал енді кім шығады? Мен. Тапқырлар тобынан. Келе ғой, Раяна. Тапқырлар тобы. Келе ғой. Қалаған өзіңнің саныңды алағын, Раяна. Соның артында сұрақтар жасырылған. Бұл қандайсың? Бір сан, е? Сұрағын оқи ғой. Төртке? Жарайсың, 8 болады. Жаза ғой. Жарайсың. Өзіңді 7 балдық жүйемен бағалай ғой. Келесі. Мен. Қалаған өзіңнің саныңды таңдай ғой, соның артында сұрақ жасырылған. Шықса, жабылады. Есік, жарайсың. Төртіншісі есік. Жарайсың, Алихан. Келесі. Бізде қандай сөз шықты? Сан есім. Жарайсың бала. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сан есім дегеніміз бала, заттың санын білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Мысалы, 7, 2, 3. Оның сұрақтары қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады деген сан есімде. Ал олар су тіршілік көзі. Сусыз тіршілік жоқ. Табиғатта, жер анада, өсімдіктер де сусыз тіршілік ете алмайды. Балалар, қазақта мақал бар, судың да сұрауы бар. Сол үшін суды ысырапсыз не істейміз? Пайдалану керек. Ал ендеше балалар, бір ойымызды сергітіп алайық. Қанеки,
Қоян. Қоян. Шанышқы. Ешкі. 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 Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Орныңызға отырамыз. Ал енді оқушылар топтық жұмысты бастаймыз, алғырлар тобы. Сіздерге келесі екінші топ жүйріктер тобы. Топтық жұмыс балалар. Келесі тапқырлар тобы. Және де қырандар тобы. Балалар, алдыңызға берген тапсырманың ішінде сөйлемдерген. Сол сөйлемдердің ішінде сан есімді тауып жазамыз. Бастаймыз. Болдық па балалар? Кім бірінші болды? Жарайсыңдар, кәнеки. Сөйлемде сан есімі бар. Айта қой. 10-5-4. Және де қандай сөз шықты? 90. Ой, жарайсыңдар, Бернар, берем сендерге. Өте тамаша. Келесі қайта болды? Көрейік, кәнеки. 10-4-5 және 90. Жақсы, жарайсыңдар. Өте тамаша. Келесі, кәнеки. 90 және де 10-4-5 сандар бар. Жарайсыңдар, өте тамаша. Келесі 90 және де қандай сандар шықты? 10-4-5. Ой, жарайсыңдар, Жансая, өте тамаша. Алғырлар тобы. Ой, әжен ақша түсіп қалды. Қанша теңге? 3 теңге. Әженің өзіне қайтарып берейік, дүкеннен керек жаран алады ғой. Жоқ, мен білмеймін, жүр адамдар. Дүкенге барып, балымызда қалып кеттік ендеше. Шырағым, 2 нан берші. Міне әже, ақшасы қанша болды? 300 теңге болды. Әзір. Ай, ақшам түсіп қалыпты ғой жолдан. Қарашы, әже ақшасын істеп тұр ғой, біздің істегенімізді соңға жүр. Шырағым, жолда ақшам түсіп қалыпты, соны барып іздеп келейін. Жарайды. Тоқтаңыз әже, сіздің ақшаңызды біз алдық, біздің істегенімізді соңға кешіріңізші бізді. Шырақтарым, өркендерің өссін, әрқашан осылай жақсылық істеп жүре беріңдер. Шырағым, кәмпитің қанша? 100 теңгеден. Берші екеуін. Міне әже, барлығы қанша болды? 500 теңге болды. Мінекей 500 теңге. Ал шырақтарым, міне сендерге жақсылық істегендерің үшін. Жүріңіз әже, үйіңізге жүріп салайық. Біздің оқушылардың сан есімге байланысты жасаған көріністерін тамашаладыңыздар. Жарайсыңдар оқушылар. Әрқашанда осылай жақсылық істеп жүрейік, балалар, Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, үйге тапсырма сан есімге сөйлем құрап келеміз. Балалар, бізде кері байланыс керуен әдісі болады. Бұл жерде бізде 3 түс берілген, 3 ұяшық берілген, соны 3 ұяшыққа саламыз. Біріншісінде бізге сабақ өте жақсы болды. Екіншісінде сабақ қызықты болды. Үшінші қызыл ұяшық сабақты түсінбеді.